Сейбек Қалқамович. Менің атым Қасым Исағалиев. Қайрат деген құрылыс компаниясын естіген боларсыз, соның директорымын. Сізге Сергей Николаевич ескертім деп еді. Айтқан. Тез келмен? 1 минут уақыт. Тез болса, мен асып қарадым. Мына бюджетте ақша жоқ, құрылыстардың бәрі тоқтап жатыр, одан хабарың бар ғой? Хабарым бар әрине. Сондықтан сізге келіп отырмын. Маған келгенде менде де сондай. Бюджетте ақша жоқ, айтып тұрмын ғой мен саған. Сейбек Қалқамович, құрылыс емес. Мұнай мәселесі. Мұнай? Оның маған қандай қатысы бар? Осы облыста 2 кен орны бар екен, соған лицензия алсам. Құрылыс салуға ма? Жоқ, мұнай бұрғылауға. Сен құрылыс фирмасы емессің бе? Иә, құрылыс фирмасынанбыз ғой, бірақ осы мұнай саласына ауыссақ деген ой бар. Сен фундамент қалу сияқты айттың ғой. Әлде экскаватормен қалай деп жүрсің? Жоқ, кәдімгі бұрғыланбай ішінесі ғой. Оған теңгең бар ма? Оған мамандарың бар ма? Оған білесің бе, 20-30 миллион ақша керек. Әрине білем, бар ғой, бар. Табамыз. Табамыз ба, жоқ? Бар ма? Табам деп отыр. Жақсы, мен қазір неше түрлі алаяқтардың заманы, бірақ дәл ондай емес қой. Сейбек Қалқамович. Бұл деген өте күрделі мәселе, ай-шай жоқ. Келесіде мұнай қазам деген не ол? Лицензияны сосын мен бермеймін. Лицензияны Кармен береді. Ең болмаса сонда біліп келмейсің. Жоқ, тыңдаңызшы, бір ауыз сөз. 1 минут. Сіз Қазақстандағы кен орындары жақсы білесіз. Мен бәрін зерттедім, анықтадым. Мысалға, кен орындары 3 миллион тоннадан кен болса, онда мемлекет баласын алмайды. Ал мен сонда ешкімге керек емес кен орнын тауып, соған инвестор таптым. Енді бір мұнай саласына өндіріп, соған ауысам деген ойым бар. Баланстан тыс дейсің бе? Қызық. Қиялы бірақ. Мен не істеймін? Қандай көрінеді? Енді сіздің бір ауыз сөзіңіз ғой, қолдауыңыз керек. Басқа ештеңе керек емес. Жақсы, мен Донскойға ескертейін. Жақсы, рахмет сізге.